Көпшілік біле бермейді, бірақ кейбір қазақстандықтар ақш долларындағы қаражатын банкте емес, мемлекеттік сақтандыру компаниясында сақтайды. Бұл компания МАК. Неліктен адамдар мұны таңдайды? Біріншіден, мемлекеттік компания табыстылық мөлшерлемесі банктерге қарағанда шамамен 1,5 есе жоғары. Егер банктер валюталық депозит бойынша жылдық 1% ғана ұсынса, МАКта бұл көрсеткіш 1,6%-ды құрайды. Ал қаражатты ең ұзақ мерзімге орналастырған жағдайда 4,3%-ға дейін жетеді. Екіншіден, МАК 100% Қазақстан Республикасының үкіметіне тиесілі. Яғни бұл толықтай мемлекеттік компания. Бірақ бұл бәрі емес. Сіз енгізген қаражаттың толық көлемі сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қорғауына жатады. Ал ең басты артықшылығы табыстылықпен қатар өмірді сақтандыру мүмкіндігі беріледі. Яғни, сіз МАКқа қаражатыңызды 1 жылға орналастырып, банктерге қарағанда доллар бойынша жоғары табыс ала аласыз. Және осы кезең ішінде өміріңіз сақтандырылады. МАКтың бұл өнімі демеу. Толық ақпарат ролик сипаттамасында.